Осы сәтті пайдаланып отырып мен Қазақстан жастарына бір ғана 4 қатарлы өлеңмен жолдау жолдасам. Әскерге кел қазағымның ерлері деген. Тыныштықты қорғау үшін елдегі әскерге кел қазағымның ерлері, әскерге кел парызыңды өтеуге, өтеместей ақыл есің кембеді дейді. Осы сәтте Қазақстан халқын әскерге шақырғым келеді жастарды. Көбісі келмей жатыр ғой. Мен өзім бала күні өлең шығарам, бірақ осы өнерімді дамытуға, өзімді ашуыма себепкер болған осы әскер болды. Ең алғаш сахнаны әскерден көргенім. Сол себепті осы сәт пайдаланып бүкіл қазақ жастары әскерге келіңіздер, өздеріңіздің өнерлеріңізді табыңыздар, қырларыңызды біліңіздер. Әрбір қазақ жігіті әскерге келіп, отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Өйткені бұл әскер гильзаның иісі, автомат атқан кезде автоматтың дауысы еркектің ер мінезін арттырады, еркектікті қалыптастырады. Мен өзім осы қолыма қару алып үйрену үшін әскерге келдім және әскерге келуіме қатты қуанамын. Рахмет. Аты жөніңізді қайтаңыз. 3-ші танк батальоны көздеуші оператор, қатардағы жауынгер Ысқақ Дінмұхамед. Қай жерден шақырылдың? Шымкент қаласынан шақырылдым.